Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, әрбір жанға жасаған жақсылық сауап деген. Сіз үлкенді, кішілі, жан иесіне оған қамқорлық ететін болсаңыз, оған мейірім төгетін болсаңыз, не деген сізге де Алла Тағала мейірім төгеді. Білесіз бе? Бір кісі шөл далада құдықтан шөл алып су ішіп жатқан кезде бір иттің топырақты жалап жатқанын көреді де, не істейді? Хадис. Аяғымен, етігімен су береді маған. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам деді, соның өзі күнәһар адам болды дейді. Ешқандай пайдасы болмаған дейді. Соның арқасында не істейді дейді, жаннатқа кіруге себеп болды. Бүткіл күнәларын кешіреді. Риясыз нәрсе де, ешкімге көрсетпейін. Енді қазір енді бір нәрсе жасайтын болса бірден болғандай. Тіптен тамақ жеген өзінде түсіріп алып жіберетін болды. Мысалы риясыз болды да, Алла мына бейшараға жаңа қамқорлық етейінші деді ғой. Раббысы бар ғой дегенмен оның дағы мейірімді көрдіңіз бе? Сол үшін мейірім танытпаған адамға мейірім танытылмайды. Мұсылман адам мейірімді адам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам деседі, мұсылман адам сөзімен, ісімен басқаларға өзгелерге зиян тигізбейді. Мұсылман деп атайды. Рахман сүресінің 10-шы аятында «Вал арда вадъаха лил анам». Жерге келсек, Алла оны тіршілік иелері үшін төседі. Біз ғана, мен ғана ішіп жесем болды, мен ғана жақсы болсам болды, менен кейін шөп шықпаса да бәрібір деп, бірақ бір қызығы, адам жүрген жолдан шөп шықпайды. Шынымен де ше. Сол адам жүрген жолды қазсаңыз, не деген қатты болады, мына жерде бір 10-20 тонна күнде өтіп жүрген секілді болады ғой. Құдай құдірет. Ондай қалыптан біз арылуымыз керек. Өйткені біз жауапкер, мүкәлләф адамбыз. Біз оң мен солымызды білетін, және де бізде таңдау еркі бар жаратылыспыз. Біздің айырмашылығымыз сода ғана. Әйтпегенде басқа тіршілік иелерінен не айырмашылығымыз бар? Олардан қарағанда біз Алланың бізден қарағанда олар Алланың көп еске алатын секілді. Өйткені аспан мен жер Алланың дәріптеп Алла Тағала тасбих айтып тұрады, үздіксіз. Бізді бірақ құрметтедік қой. Өйткені Құран Аллах айтады: «Валақад каррамна бани Адама ва хамалнахум фил барри вал бахри ва разақнахум мин ат-таййибати ва фаддалнахум ала катирин мимман халақна тафдила». Адам баласын сондай құрметтедік дейді. Және де жерде де, суда да, теңізде де оны не істедік дейді, көліктендіріп қойдық дейді. Адам ғана не істейді? Жаяу жүрмейді. Бәрі өз аяғымен жүреді. Өздеріне ғана сенеді. Менің жіберілген себебім дейді, көркем мінезді кемелдігіне жеткізу үшін. Біз адамдармен қарым-қатынас жасаймыз. Жан-жануарлармен қарым-қатынас жасаймыз. Барлығында көркем мінезді танытқан кезде, өзінің ақысын берген кезде не істейміз? Бізде шынайы адамдық пайда болады. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Адамдардың арасындағы ең жақсылары кім деді? Өзгеге пайдасы тиген. Пайдасы өзінің басынан аспайтындар бар. Олар не істейді өзінің пайдасы өзінің басынан аспайды. Не істейді десем, онда солардың арасындағы ең жақсысы зиян тигізбеңіздер. Пайдаңыз тимей ме, онда зияныңыз тигізбеңіз. Бұл осы тақырыпқа қатысты айтып жатыр. Көшеден бір қоқысты көтере алмайтын болсаңыз, ондай беріңіз елмеуі мүмкін, әркім арқылауы. Онда қоқыс тастамасыңызшы. Ең дұрысы. Елетінде тазалайтындар бар ғой арамызда. Бірақ сіздің неңіз, жұмысыңыз, пайдаңыз не болсын? Тастамау болсын. Аманат деп біліңіз да соны.